Жұмыртқа қабығы 10 жылға жасартады. Әрбір әйел заты 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай терісі де босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жасты қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіздің хабарыңыз болмауы мүмкін. Сіздермен дертке дау арнасы пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа мүлде тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаны қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егерде өзіңізге сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені, яғни бинт 2-3 қабат етіп қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн болады. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізге жырып, теріңізге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқасаңыз, бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет. Осы масканы жасап тұрсаңыз, жеткілікті 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғанын сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңізде таң қаласыз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады.
Канада, Америка құрама штаттары және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келеді, қалқанша безі ауруларының алдын алады, гастрит жазылады, қаныңыз тазарады, балалардағы рахит пен анемияның алдын алады, аллергия емделеді, шаш пен тырнақ қатаяды, безеу шықпайды, жүйке жүйенің қызметін жақсартады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды, бірақ ағзаға аурудан айығуға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі: жұмыртқаның ішіндегісінен тазартып жұқа пленкасын алып тастау керек. Қабықты жуып 5 минуттай қайнатады. 5-6 сағат кептіріп майдалау қажет. Ұнтақты қараңғы жерде және шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай-ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі: 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады. Ал 14 жастан жоғары ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшеріне қабылдау керек. Сіздермен бірге дертке дау арнасы пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.